келін сәлем салат, ал біз көрдік саламыз. Келістік па? Келінжан қарап отыр, ан жерден кішкентай саған бір тесік бар, содан қарап отырсаң болады. Кім 1000 теңге салат, соған қара шай бересің. Кім 2000 теңге салат, соған сүтпен шай бересің. Кім 5000 теңге салат, вот етпен шай бересің, Алла қаласа. Сондықтан табаққа қарап отыр. Ал құрметті қонақтар, көрейік, кім етпен шай ішеді, кім қара шай ішедін көреміз қазір, Алла қаласа. Жолын саған берсін, сен де бір басың екеу болсын. Келе ғой. Ақ жолда баспа. Штраф 10.000 теңге. Ойнап айтам, келе ғой. Жігіттерге баса беруге болады, я? Ал, құтты болсын, келе ғой. Мына қағаз ұстап тұрсаң болады. Ой, апаларымыз қара шай ішіп жатсыздар ма, апа? Не болып отыр? Сүтпен шай ішпедіңіздер ме, апа? Рахмет. Шап, шап, шапалақ, соқ, қаттырақ, абзал жанды ағаң бар, асқар таудай панаң бар, атың бекке әйгілі, жаныс үйір айдыны, жанашырың жақының, аямайтын ақылын, айналайын келін жан, барша ағаларға, әпкелерге бер сәлем, бір емес ау, 1000 сәлем. Ағалар қайда? Друзья, даян. Коллектив, кім бар? Кім, рахмет, кім? Друзья, кім анау? Дружок, бар ма бір нәрсе? Точно бар ма? Бәрі саңғырап тұр, атак бар ғой, салмасың. Ставьте купюру в купюру прием. Ой, тамаша, рахмет. Апам ашады ғой. Сіз ашасыз ғой, бет. Кім ашады, сонымен келіспаңыздаршы? Екеуіңіз ашасыздар ма? Ал, асықпаңыздар, апа. Бұл памятник емес қой ашатын. Ал, бісміллә. Қабыл алыңыздар, шапалақ қайда? Сен келін болсаң инабатты, үлкендерді сыйлағатты, дәулеттеген ғимаратты. Рахмет. Апам опытная ғой, сразу жұлып ала салды. Дұрыс, апа. Дұрыс. Құтты болсын. Жүгіресің халат киіп, жұмсағанда енеңіз. Рахмет. Апа, дала ыстық, апа, дала ыстық. Дала жарка. Ыстық деген ғой, теле қамасын. Дұрышок қайда? Дұрышка қайда? Кесендерсің жаққа, келіндер. Где дұрышка? Қыжылыз бар ма? Бәрі нормальный ма деу? Ұрысқан жоқсың екеу? Енді құрметті қонақтар, мен жаңа айттым ғой, мына түскен табақтағы ақшаны жастарға берем ағайын. Берейін ба, бермей қойын ба? Ақшаны көрсе бәрі солай ғой. Ал, келінжан, мынау сенің еңбегің. Сен бәріне сәлем салдың. Мына ақшаның өзіңе жарат, көйлек ал, краска ал, өзің бірдеме құрт, жарай ма? Мына саған берейін. Шапалақ ұрайық! Енді келінжан, қазақта мынандай сөз бар. Қазақ домбыраны төрге ілген, құрметтеген домбыраны. Сондықтан мен асабалық жұмысымды тойдың соғында аламын. Ал домбыраның ақшасын қазір қыстырсаң болады. Примерно бір 10.000 теңге ма, 5.000 теңге ма өзің білесің. Келіндеріңіз ақ көңілді екен ағайын.